Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен перловкадан ашыған көже, яғни салқын көжені жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бұл көженің ағзаға пайдасы өте зор, және де шөлді қандырады. Сондықтан менімен бірге жасап көрулеріңізге болады. Мен негізі үйде күрішпен де, одан кейін перловкамен де алма кезек жасап отырамын жиі. Бүгін сіздерге перловкамен көрсетейін деп отырмын. Мен бұл жерде ыдысқа көз мөлшерде осылай перловканы салып алдым. Одан кейін осының үстіне қазір жылы суымды құямын. Одан кейін қайнап тұрған оттағы дайын тұрған көженің суына перловкамды жайлап саламын. Негізі перловканы мұздай суға бірнеше қайтара шайып алдым. Енді дайын қайнап тұрған суға жайлап осылай саламын. Бұл көжені жасау өте оңай, ешқандай қиындық тудырмайды. Тек суды қайнатып, үстіне перловканы салып, одан кейін шамалап тұз салып, қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін сүзгіштің көмегімен бетіндегі көбіктерін жақсылап алып тастаймыз. Неге осылайша енді перловканың қайнағанын күтіп, одан кейін көжемізді осылай суытып қоямыз. Суығаннан кейін үстіне 1 литр таңды құятын боламыз. Мінекей таңның түбін шайқап, осылай барлығын қостым. Енді мен үйде сүзбе бар еді. Қазір сүзбені де қосатын боламын. Осыған 2-3 қасықтай. Сіздер сүзбе болмаса, құрт қоссаңыздар да, құртты езіп, ыстық суға соны жібітіп қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Егер құрт та, сүзбе де болмаса, таңның өзімен жасай беруге болады. Қант қосып, шамалап, дәміне қарай тұз қосып. Бұл жерде мен 2 ас қасық қантты қостым. Одан кейін тағы да шамалап, тұз салып, қасықтың көмегімен, одан кейін ожаудың көмегімен сүзбемді араластырып, одан кейін ыдысқа құйып, іше берулеріңізге болады. Немесе қатты тұщы десеңіздер, 1 суткіге ашытып қойып қойсаңыздар болады. Өте керемет болып шықты. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.